Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Менің даусым сіздерге естіліп тұр ма? Естіліп тұр, саламатсыздар ма? Жақсы, онда семинарымызды бастай берейік. Жалпы техникалық және кәсіптік білім берудің білім беру бағдарламасының жаңа құрылымы. Енді сіздер білесіздер, осы уақытқа дейін бұрынғы ескі ГОСОмен жұмыс жасап келгенімізді, жаңа енді 2024 жылдан бастап жаңадан шыққан ГОСОмен жұмыс жасайтынымызды. Соған байланысты қазіргі таңда бізде осы қыркүйек айынан бастап талап коммерциялық емес ұйымының ұйымдастыруымен біздің 490 педагог, 100-ге таяу 94, яғни әкімшілік мамандар, яғни осы талаптың ұйымдастырған курсынан біліктілігін арттырды. Ол бізде мемлекеттік колледждердің оқытушыларымен, яғни әкімшілік басшылары болатын. Ол кісілерге осы жерде талап өздерінің осы жаңа ГОСОмен жұмыс жасауға байланысты білім беру бағдарламасы қалай жасалады және оның құрылымы қандай екенін айтып түсіндіріп өткен болатын. Сол себепті қазіргі таңда біздің осы экран жоғалып кетті ма? Экран жоқ болып кетті. Жоғалып кетті экран. Қазір 1 минут кешірім. Дидар апай, микрофон. Қазір мында демонстрация экраны өшіп қалды, сол себепті қазір қосып алайын, содан микрофонды қосам. Әріптестер, көрінді ма экран? Көрінді. Яғни осы уақытқа дейін мемлекеттік білім беру ұйымдарының осы толықтай талап өздері қамтамасыз етіп, Онда ертеңге дейін неге тауып келейік? білім беру бағдарламасының жасалу жолын бәрін түсіндіріп көрсетті. Енді осы талап коммерциялық емес қоғамы частный, яғни ГОС емес, мемлекеттік емес колледждерге арнап семинарлар ұйымдастыруда. 3 күндік ақылы түрде. Сол себепті осы жерде мемлекеттік емес колледждер оқып, өздеріңіз тағы да қажетті информацияны аласыздар. Бірақ біз осы әдістемелік орталық болғандықтан сіздерге қосымша осы ақпаратты өзіміздің білгенімізбен бөлісіп, семинар өткізейік деп ұйымдастырып отырмыз. Жалпы кез келген құжаттарды білім беру барысында жасау барысында білім туралы Қазақстан Республикасының білім туралы заңына ұстана отырып жасаймыз. Сол себепті осы жердегі біздің мысалға ескі мемлекеттік жалпы білім беру стандартын ары қаратай ГОСО деп айта берейін. Ол стандарт мысалға біз осы уақытқа дейін жасап келе жатқан, қазіргі таңда қолданып жатқан ГОСОмыз бойынша бізге жасап осы талаптың реестріне тіркеген болатынбыз. Ол 2022 жылы тіркеген кезде тек қана паспортты, яғни тіркеген болатынбыз ескі ГОСО бойынша. Одан кейін бар осының негізінде біздің оқу жоспарымыз, жұмыс оқу бағдарламамыз жасалған болатын.
Енді мына жаңадан шығып отырған біздің ГОСОмызға келетін болсақ, ондағы біздің жасау керек білім беру бағдарламасы, яғни образовательная программамыз, ол бізде мына 5 бөліктен тұрады, 5 құжат оның құрамына кіреді деп айтам. Яғни, ол жерде бірінші білім беру бағдарламасының паспорты, ол яғни ескіде де болған, екінші құзыреттер тізімі, үшінші білім беру бағдарламасының мазмұнының өзі бізде 3-ке бөлініп тұр. Модульдердің немесе пәндердің мазмұны, екінші білім беру бағдарламасының модульдері, яғни осы жерде игерілетін кредит саны мен сағат санының жиынтық кестесі. Үшінші құзыреттер бойынша пәндер матрицасы. Жалпы алған кезде бұл білім беру бағдарламасындағы мына 5-ші құжат құзыреттер бойынша пәндер матрицасы деген біздің мамандарымыздың, яғни вузға, жоғары оқу орнына барған кезде сол жердегі пәндерінің, яғни модульдердің сағат саны және де бір-біріне келетінін қадағалап тексеру үшін вузға, яғни жоғары оқу орнына арналған бұл құжат болып табылады. Сол жақпен салыстыруға арналған. Енді білім беру бағдарламасын әзірлеуге негіз болатын нормативті құқықтық құжаттар және де актілерді сіздерге ұсынып отырмын. Бұл жерде қайсы құжаттан қандай тармақтарын алатындарыңыз? Қандай тармақтарын алып, қай жерден қайсысын алып қолданатындарыңызды ұсынып көрсетіп қойдым мына слайдта сіздерге. Осымен қосымша осы құжаттарға, яғни осы бұйрықтармен қосымша біздің классификаторды ұстануларыңыз міндетті түрде екенін көрсетіп отырмыз. Жалпы классификатормен бірінші жыл емес бұрыннан жұмыс жасап келе жатсыздар. Сол себепті міне классификатордың да қайдан қалай алатындарыңызды ұсынып отырмыз. Енді жалпы осы жерде білім беру бағдарламасында жалпы білім беру пәндері тізбесі енетіндіктен білім беру пәндері бұл жерде ГОСОда 4-ші тармақ, 9-ші тармақ деп ол жерде толықтай тағы жазылған. Жалпы бұны біз бірінші бұйрықтан аламыз. Ол жерде ТУП деп айтамыз ғой, типтік оқыту бағдарламасы. Сол толықтай жалпы білім беру пәндеріне арнап шығарылған болатын. Сол жерден толықтай алып, өздеріңіздің бағыттарыңызға байланысты, гуманитарлық, техникалық деп, яғни бағытқа байланысты, осы бұйрықтың ішінен өздеріңіздің жалпы білім беру пәндеріңізді аласыздар. Ол жерде де бізде студенттің өзіндік жұмыстары қарастырылған болуы міндетті. Ал екінші, бізде базалық құзыреттерге келетін болсақ, базалық құзыреттерде жалпы гуманитарлық, экономикалық, әлеуметтік, экономикалық пәндер қарастырылу керек болады. Ол жерде әскери мамандықтарға қоспаған кезде осылардың бәрін міндетті түрде алуларыңыз керек. Бірақ біздегі оқыту барысындағы академиялық дербестікке байланысты бұлардың атауларын өзгертпей, бірақ ішіндегі сипаты мен мазмұнын өзгертуге болады. Яғни өздеріңіз ішіндегі қажетті деп табатын мазмұнын өзгертіп, өздеріңізге ыңғайластырып алуға болады деген сөз. Ал енді мына жақ бөлігін алып қарайтын болсақ, ол жақта да керемет өзгеріс жоқ. Жалпы жұмысшы мамандықтарын даярлау үшін мына бастапқы 3 құзыреттілік, базалық құзыреттілік міндетті түрде болу керек болады. Ал енді орта буын мамандарын даярлау үшін осы 4-еуін де қамтуларыңыз керек болады. Ал енді келесі осы жерде ГОСО бойынша біздің кәсіби модульдарды алатын болсақ, ол қазіргі академиялық дербестікке байланысты әр колледж өздері ол бағытты өздері айқындайды. Сол себепті әркім өздері айқындағандықтан кәсіптік модульға байланысты ол жерде бір қателіктер болады деп ойламаймыз. Бірақ ол жерде осы жерде қойылып отырған талап бар. Міндетті түрде экологиялық және өнеркәсіптік қауіпсіздікті ол жерге қосуларыңыз керек деген. Сіздердің осы білім беру бағдарламаларыңыз дайын болғаннан кейін де міндетті түрде оны сіздер тексеруге жіберген кезде осы талап холдингінің тексерушілері сарапшыларға жібермес бұрын өздері тексеріп қарап шығады. Содан кейін барып сарапшыларға жібереді. Онда сарапшылар сіздердің міндетті түрде осы кәсіби модульдағы мына заманауи талаптарын
міндетті түрде іздеп қарайды. Сол себепті осы жерде сіздерде сарапшылардың тарапынан бұл жерде сіздерде қателік бар деп келмеу үшін осы жерде мына бағытты ұстануларыңыз керек болып табылады. Енді осыған қосымша тағы да осы 7-ші тармағы бойынша айта кететін нәрсе, осы кәсіби модульде студенттердің өзіндік жұмысы шеңберінде өздеріңіз білім алушылармен жобалық жұмысты іске асыруларыңызға да болады. Енді ол өздеріңіздің еріктеріңіз болғандықтан өз қалауларыңыз бойынша оны қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Ал енді 8-ші тармағына келетін болсақ, ол жерде енді бұрыннан келе жатқан 40-та 60, 60-та 40 деген ереже тек дуалды оқытуға байланысты бұл жерде студенттің өзіндік жұмысы қарастырылмайды. Оны толықтай 19-ші тармағынан көре аласыздар. Яғни, сіздердің білім беру бағдарламаларыңыздың ерекшеліктеріне байланысты, яғни дуалды оқыту болатын болса, ол жерде сіздерге, қайталап айтайын, студенттің өзіндік жұмысы қарастырылмайды. Осы, яғни ГОСОның 15-ші тармағына келетін болсақ, ол жердегі сіздердің яғни дайындап отырған жұмысшы немесе орта буын мамандардың міндетті түрде лицензиясы ол бұрында болған, осы жолы бірақ лицензияны сіздер мына білім беру бағдарламасымен бірге PDF жүктеулеріңіз керек болады. Егер сіздер осы реестрға жүктеген құжаттарыңыздың жанында лицензиясы жоқ болған жағдайда сіздердің білім беру бағдарламаларыңыз жарамсыз деп танылатын болады. Егер сіздер бір рет осы білім беру бағдарламасы бойынша қате деп алып, бір рет қайтарып алынған болса, қайтадан екінші рет жүктеп отырып, осындай сіздердің лицензияларыңыз жоқ болып қалса, сіздерде екінші мүмкіндік болмайды. Сол себепті міндетті түрде білім беру бағдарламаларыңызды жасау барысында жақсы, қатаң түрде барлығын ережеге сай орындауға тырысыңыздар. Яғни лицензияны PDF форматта жүктеуді ұмытпаңыздар. Әр жұмысшы біліктілігіне бөлек, орта буын мамандығына бөлек лицензияларыңыз бар ғой, соны жүктеуді қалтырып кетпеңіздер. Енді осы жерде 16-ші тармақ бойынша айта кеткім келіп тұрғаны, бізде осы былтырғы оқу жылында көп колледждерде кеткен қателіктерді көрсетіп отырмын. Бұл жерде білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғарғы көлемі аптасына 54 сағаттан аспау керек. Биылғы осы көп колледждерде кеткен қателіктер бойынша бізде осы 54 сағаттан асып кеткен деген сияқты қателіктер көп болған. Сол себепті осы 54 сағат көлемінен аспаңыздар. Яғни оның өзі сіздерге үлкен қателік болып, ертең мына құжаттарыңыз білім беру бағдарламасы реестрға тіркелмей қалуы мүмкін. Енді 19-ші тармақта тағы қосып айтатын, оқу жылындағы оқу жүктемесінің жалпы саны 75 кредит. Ол дегеніміз 60 оқыту бойынша теория болатын болса, 15 кредит ол студенттің өзіндік жұмысы болып табылады. Енді бұлай кредит емес сағат санына бөлетін болсақ, 1440 сағат бір жылға бөлінген, оған қосымша 360 академиялық сағат студенттің өзіндік жұмысы болып табылады. Жалпы бұнда жүргізілетін осы педагог пен студенттің өзіндік жұмыстары әр модульда 30% құрауы керек болып табылады. Енді ол дегеніміз бір модульдің ішінде бірнеше пән екенін білесіздер. Сол себепті егер бір модульда 3 пән болатын болса, әр пәннен 10%-тен 10%-дан, яғни студент пен педагогтың өзіндік жұмыстары шығарылу керек. Жалпы бір модульға 30%, яғни өзіндік жұмысқа бөлмеу керек. Бірақ осы ереже тек қана педагогикалық басқаша. Олардан басқаларында осы заңнамамен осы бойынша жүріп, осы бойынша жұмыс жасалады. Енді білім беру бағдарламасының құрылымы мен нысандарына келетін болсақ, міне сіздерде осы нысанды ұсынып отырмыз. Бұл жалпы бізде осы жылдың көктем
Әріптестер, дауыстарыңызды өшірсеңіздер. Кім сөйлеп отыр? Мына жерде осы нысандарды осы талап холдинг өздері ұсынып әдістемелік нұсқаулық жіберген болатын. Сол бойынша біз міне қалай жасалу керек нысанның міне мысалдары, формалары, үлгілері, оның титулдық бетінде кім қалай жазылу керек екенін көрсетіп отырмыз. Жалпы қазір сіздерге міне ол әдістемелік нұсқаулық, міне осы әдістемелік нұсқаулықты көретін болсаңыздар, бұндағы осы мысалға паспорт қандай болу керек, оған не кіреді, және де паспортта не туралы жазылады, және келесі құзыреттер тізімі, құзыреттер тізімінде не болады, не болу керек деген сияқты осындай әдістемелік нұсқаулық жіберген болатын. Осы әдістемелік нұсқаулықты көріп тұрсаңыздар, міне үшінші нысанында не туралы, қандай, ол жерде құзыреттер индексі қай жерге жазылады, және де жиынтық кестесінде не көрсетіледі деген мысал ретінде толықтай әдістемелік нұсқаулықты жіберген болатын. Осы нұсқаулықты пайдалана отырып, білім беру бағдарламасын даярлайсыздар. Жалпы осы білім беру бағдарламасын даярлау барысында осы білім беру бағдарламасын әзірлеушілердің тобы құрастырылуы керек. Ол топ бізде директордың оқу ісі жөніндегі, директордың оқу әдістемелік ісі жөніндегі, директордың оқу өндірістік ісі жөніндегі орынбасарларынан, әдіскерлерден, арнайы пәндер оқытушыларынан, жұмыс берушілерден және тіл мамандарынан тұру керек. Яғни білім беру бағдарламасы қай тілде мамандық оқытылады, сол тілде жасалатын болғандықтан, мұнда тіл мамандары міндетті түрде қажет. Себебі осы талап холдингі мына сіздердің білім беру бағдарламаларыңызды тексеруге бірақ рет қана қайтаруға, яғни түзетуге бірақ мүмкіндік беретіндіктен, бұл жерде грамматикалық қателіктер болмау керек деп талап қойып отыр. Сол себепті бұл жердегі осы жұмыс жасау тобында педагогтердің қамтамасыз ететін жұмыстары, іс-әрекеттері ең басты бұл жерде мысалға нормативті актілермен қалай жұмыс жасалу керек, оның құрылымы, мазмұны, және де осы мамандыққа байланысты мақсатын, құзыреттерін, оқыту нәтижелерін барлығын анықтайтын педагогтер болады. Осымен қосымша педагогтер осы жердегі грамматикалық және нысандарды толтыруға байланысты дұрыстығын тексеріп қадағалау керек болады. Ал өндіріс мамандары бұл жерде кәсіптік және WorldSkills стандарттарына қалай таңдау керек екенін, және де осы еңбек функцияларымен міндетті тұрғада қалыптасатын кәсіби құзыреттерден оқыту нәтижелерін алу бағытын үйретіп көрсетуі тиіс. Жалпы білім беру бағдарламасының мақсатына келетін болсақ, ол біліктілік бойынша кәсіби қызметтің негізгі мақсаты негізінде тұжырымдалады. Ол дегеніміз біліктілік меңгеруде қол жеткізілуі тиіс жиынтық нәтижесі. Мысал алатын болсақ, электр станциялары мен қосалқы станциялардың электр жабдықтарын ұтымды пайдалану, қорғау, жөндеу үшін жұмыстың барлық түрлерін жүзеге асыратын электр энергетикасы саласындағы мамандарды даярлау. Яғни мақсаты осы бағытта дайындалу керек болады. Қазір сіздерге осы жерде дайындалған бір білім беру бағдарламасын ұсынайын. Яғни білім беру бағдарламасының бірінші бетінде міндетті түрде кім бекітетіні, яғни келісіледі, бекітеді деп қойылып, ары қарата білім беру бағдарламасының бірінші беті, титулдық беті жасалады. Ол жерде білім беру деңгейінің коды, атауы, мамандығы, біліктілігі, және де оқудың нысаны, оқыту тілі, және де оқытудың басталу мерзімі, оқу уақытындағы қолданылатын жалпы сағат көлемі,
және де осы жерде стандарт, яғни бойынша біз ұлттық біліктілік несі бойынша 3-ші, 4-ші қайсысына жатады. Мысалға, тек жұмысшы біліктілігін дайындайтындарға 3 деп, ал орта буын дайындайтындар 3-4 деп алуы да мүмкін. Сол бағытын көрсетесіздер. Осындағы мысалға білім беру бағдарламасының паспорты ретінде алынып отырған міне толықтай атауы жазылып тұр. Біліктілік коды, білім беру бағдарламасының мақсаты, ары қарата толықтай біз осымен сіздер жұмыс жасағасыздар, иә? Енді білім беру бағдарламасының айрықша ерекшеліктері дегенге бұл жерде жоқ деп тұр. Ол өйткені обычный оқытылатын топ болғандықтан. Егер ол жерде дуалды немесе инклюзивті болса, осылар бізде ерекше деп қызметіне, яғни ерекше білім беру бағыттарына жатады. Соны көрсетесіздер. Екінші, құзыреттер тізімі бойынша пәндерді осылай құзыреттерге бөлесіздер. Ол жерде бір ғана құзыреттің ішінде бірнеше пән жатуы да мүмкін. Яғни өздеріңіз осы жерде құзыретті айқындаған кезде алып барлығын жалпы кіргізулеріңізге болады. Ары қарата модульдердің мазмұны деп, мысалға, бұл жерде бізде қазақ тілін алатын болсақ, міне қазақ тілі бойынша мұнда да міне көріп тұрғандай сіздерде құзыреттің индексі көрсетіліп, жалпы мұн жерде қысқаша мәліметмен оқыту нәтижелерін көрсеткен. Ары қарта енді сіздерде келесі мұнда міне өздеріңіз енді қолдануларыңызға байланысты кредит және сағат санын бөліп, мынандай, яғни сағаттарды бөлетін жиынтық кестесін жасайсыздар. Жиынтық кестесінде емтихан, сынақ деп көрсетіледі. Жалпы барлығы бұйрықтан алып, бұйрықпен жұмыс жасалады. Мына пәндер матрицасы, жаңа жоғарыда айтып кеткен болатынмын, ол жоғары оқу орнына түскен кезде белгілі болатындай бағытта керек деп. Ары қарта енді құзыреттер тізіміне келетін болсақ, құзыреттер тізімін сіздерге мына жерге міне мысал ретінде қалай болу керек деп, ұсынылатын құзыреттер деп, жалпы білім беруге базалық, кәсіптік деп 3 бағытта мысал келтіріп жазып қойдым сіздерге. Ол жерде міндетті түрде құзыреттер тізімін құрған кезде іс-әрекет, етістік, зат есім, яғни әрекет нысаны, әрекет жағдайы барлығы көрсетілу керек. Міне сіздерге осы жерде мысал ретінде көрсетіп қойдым. Және де осы презентацияны сіздерге жіберіп беремін. Тағы да осының видеоның да осы бүгінгі семинардың жазбасын біздің YouTube каналымызға жүктейміз, сіздерге ссылкасын жібереміз. Ары қарта енді біліктілікке функционалды талдаудың негізгі мақсаты ол еңбек функциялары мен кәсіби міндеттер арқылы кәсіби құзыреттің сипаттамасы болып табылады. Мұндағы кәсіптік стандарттарды таңдау барысында әзірлеушілер білім беру бағдарламасы шеңберінде оқытылатын біліктілік екенін ескере отырып, ұқсас кәсіби стандарттарды пайдалануға мүмкіндігі бар. Ол жерде мысалға алатын болсақ, кәсіби стандартты қазірге көрсетем, соған дейін еңбек функциясын кәсіби міндеттерге дейін бөлуге ыдыратуға болады. Бұндағы кәсіби міндеттерді талдау деген бір немесе бірнеше тапсырмаларды орындау үшін қажетті білімді, дағдыларды, сондай-ақ жағдайларды анықтау болып табылады. Ол бізде мысалға алатын болсақ, сіздерге осы уақытқа дейін сіздер қолданып жұмыс жасап келесіздер кәсіби стандартпен. Сол себепті бұл сіздерге таңсық зат емес. Жалпы міне кәсіби стандартта мен сіздерге белгілеп қойдым. Міне мамандық, осы мамандыққа қарай өздеріңізге жақын бағытын таңдап қолдануларыңызға болады. Ол жерде қарайтындарыңыз сіздердің міне мына жердегі деңгейі, одан кейін сіздердің еңбек функциясы және де үйрететін мақсаты, бағыты деп осы жерде қолданылғанды толықтай қарастырып, міне қызылмен белгілеп қойдым. Сол бойынша жұмыс жасайсыздар.
Жалпы білім беру мазмұнын әзірлеу кезінде бізде міндетті түрде оқыту нәтижелері ең негізгі болып табылады. Сол себепті оқыту нәтижелері кәсіптік міндеттерге сәйкес сипатталады. Және оқытудың нақты әдістеріне немесе оқыту тілдеріне тәуелді емес болу керек. Мұнда оқыту нәтижелеріне қойылатын негізгі талаптарға келетін болсақ, ол құзыретке сәйкес келуі, дайындық деңгейін көрсетуі керек. Және де оқыту нәтижесі құзыретті қалыптастыру үшін жеткілікті болуы тиіс. Ол кем дегенде 2 болу керек. Әр оқыту модулында оқыту нәтижесі 2-ден кем болмау керек. Бірақ 7-ден тағы да саны аспауы тиіс. Максимум сіздерде 7, минимум 2 оқыту нәтижесі болуы тиіс болып табылады. Енді бұл жерде оқыту нәтижелері, яғни қолдан келерлік, нақты түсінікті және бағаланатындай болуы тиіс. Оқыту нәтижелерінің сипаттамасы қысқа болуы керек, және де оқыту нәтижесінің мән-мәтінін сипаттайтын сөз тіркесі қолданылуы керек. Яғни осы сұрап тұрған барлық талаптарға сәйкес жасайтын болсаңыздар, сіздердің білім беру бағдарламаларыңыз толықтай қанағаттандырылып, яғни реестрға тіркеледі. Осы реестрға тіркеу үшін білім беру бағдарламасын сараптама жүргізіледі. Сараптаманы жүргізу үшін міне қандай бұйрықта, қандай бағытта, қалай жүргізілетінін сіздерге міне кестеге салып көрсетіп қойдым. Қанша уақыт қалай берілетініне дейін сіздерге көрсетіп қойдым. Жалпы бұл сараптаманы өткізген кезде де жүргізу барысындағы тәртібі мен критериялары да міне осылай болатынын көрсетіп қойдым. Жалпы алған кезде бұл жерде сараптаманы өткізудің тәртібі де критериялары да басынан бастап айтқан біздің нормативті құқықтық құжаттарымен сәйкес, яғни Оргскилл стандарты, кәсіби стандарт, ұлттық біліктілік шеңбері, тағы да басқа да бұйрықтардың барлығына ұстана отырып, солардың негізінде, солардың талабына сай ма, сәйкес па, жоқ па деп сол бойынша тексерілетін болады. Және де осы сараптаманың қорытындысы бойынша осындай параққа толтырылып беріледі. Ол қорытындыда сәйкес деген жазу болатын болса, сіздердің білім беру бағдарламаларыңыз реестрға тіркеуге рұқсат алады. Ал егер ішінде бір жерінде болсын сәйкес келмейді деген жазу болатын болса, ол сіздерге оның жанына сараптама жасаған адам өзі не себепті екенін көрсетеді. Сол бойынша сіздер кемшілікті жойып, қайтадан жіберулеріңіз керек болады. Яғни бір рет қана сіздерге мүмкіндік берілетін. Осыдан кейін, яғни сіздердікі сәйкес келеді деп барлығы жараған жағдайда, әр оқу орнына жеке логин, пароль беріліп, немесе QR беріледі. Осы бойынша сіздерге өздеріңіз порталға кіресіздерде, әр колледж өздері жүктейтін болады білім беру бағдарламасын. Ол жүктеген кезде міне басында көріп тұрғандай, мынау енді менде әлі логин, пароль жоқ болғандықтан сіздерге мысал ретінде осы видеодан қиып салып қойып отырмын. Енді дұрыс көрінбесе айып етпеңіздер деп айтып жатырмын. Бұл жерде міне колледждің атауын өздеріңіз таңдайсыздар. Оның осы өңірлік ерекшеліктері, оның деңгейі, қандай мамандықта, не оқытады дегеннің бәрін таңдап, ары қаратай жүктеу басталады. Ол жерде міне көріп тұрғандарыңыздай құзыреттер тізімін толықтай жүктеп тұр. Осылай барлық білім беру бағдарламаңызды толықтай жүктеп, оған қосымша жаңа лицензияларыңызды бірге жүктеуді ұмытпаңыздар. Барлығын жүктеп болғаннан кейін сіздердің құжаттарыңыз реестрға тіркеледі. Ал егер осы сіздерде құжаттарыңыз, яғни білім беру бағдарламасы толықтай реестрға тіркелмей қалатын болса, онда сіздер ол мамандық бойынша мүлде оқытуға, мамандар даярлауға құқықтан айырыласыздар. Яғни ол мамандық бойынша сіздер диплом бере алмайтын боласыздар. Сол себепті білім беру бағдарламасы сіздердің негізгі құжаттарыңыз болып табылатындықтан, осы яғни ең негізгі оқыту мүмкіндіктеріңіз болғандықтан білім беру бағдарламасын мықты, жақсылап, дұрыстап жасауға тырысыңыздар. Және де ішіндегі әрбір
үтір нүктесіне бәріне жақсылап мұқият болып, осы топпен жұмыс жасағандықтан, бірнеше адам болғандықтан бір-біріңізге сеніп емес, бір-біріңізді тексеріп, жұмыс жасап әрекет етіңіздер. Сонда ешқандай қателік болмай, құжаттарыңыз реестрға бір дегенде жүктеліп кетеді. Жалпы менің айтарым осы. Сіздердің қосымша сұрақтарыңыз болса жауап берейін. Сұрақтарыңыз бар ма, түсінікті ме? Біз енді осы сіздерге қосымша өтіп атқан осы барлық курстан бөлек, осы қосымша семинардан бөлек өзіміздің әдістемелік көмегімізді жасап жатырмыз. Кешіріңіздер, осы ақпараттарды электрондық түрде жібере аласыздар ма чатқа? Әрине, металлистер чатына осы презентацияны қазір мысалға 2-де қазақ тілінде болса, 3-те орыс тілінде болады, барлық презентацияны чаттарға жібереміз. Және де осының видеосын біздің YouTube каналымызға жазып салып қоямыз. Сол жақтан тағы да қарап шықсаңыздар да болатын болады. Сол жақтардан ала аласыздар жалпы. Оның да ссылкасын жібереміз сіздерге. Рахмет. Жақсы, түсінікті. Менде бір сұрақ, бағана мені сағаттарды бөлдіңіз ғой кредиттарғашы. Баптар 54 сағат аптасына болу керек деген жерді түсіндіріп жіберіңізші. Ол деген бізде мына бір аптаның ішінде білім алушылардың, қазір ол презентацияға қайтып келейін. Бізде именно 54 сағат деп соны сіздерге осыны атап өткенім, бізде госаттестация болған кезде осы Алматы қаласынан шыққан қателіктер осы болатын. Яғни бір аптада білім алушылардың апталық жүктемесі 54 сағаттан асып кетіп жатқан. Ол дегеніміз қалай? Бізде студенттер бір аптада максимум 54 сағат қана оқу керек деген сөз ғой. Бір аптаның ішінде. Ол сіздер 5 күнде оқисыздар ма, 6 күнде оқисыздар ма, 54 сағаттан асып кетсеңіздер, ол нарушение болып табылады. 54 сағатқа жетпей қалған, ол жарамды ғой. Яғни 54 сағатқа дейін болу керек. Осы жерде 54 сағаттан асып кеткен, ол бізде көп болды сол госаттестация кезінде. Ол дегеніміз, мысалға алатын болсақ, бір күнде сіздерде 6 күн, бір неделеде 6 күн оқысаңыздар, студенттер бір күнде 6 сағат оқитын болса, бір аптада 36 сағат қой. Бірақ бізде қосымша екінші подгруппа деген сияқты, екінші қосымша лабораторная работа, практические занятия деген сияқты қосымша болады ғой бөлінетін группаларда. Сондайлармен қосқан кезде бір топтың жүктемесі 54 сағаттан асып кетіп жатады. Одан басқа. Айт, ол кісіге звондап айтыңдар. Түсіндім, рахмет. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Кешіріңіздер, менде сұрақ бар да. 54 деген сағатты қалай есептейсіз, қайтадан түсіндіріп жіберіңізші. 54 сағат деген бір аптадан аспау, бір аптада аспайтын сағат болып табылады ғой ол сізде. Оны есептеуіңіз керек деп тұрған жоқпыз. Жалпы алған кезде сіздерде 54 сағаттан аспау керек. Ол дегеніміз, мысалға сіздердің студенттің өзіндік жұмысын қосқанда, жалпы алған кезде сіздер есептейсіздер де, қалай айтсақ, күнделік енді 6 күн оқиды деп есептейтін болсақ, күніне 6 сағаттан 36 сағат беріледі деп есептеледі ғой. Соған қосымша сіздерде 4-ші парға сабақтар қоясыздар, 5-ші парға сабақтар қоясыздар. Ол жерге студенттің өзіндік жұмысы, зертханалық жұмыстар, яғни ЛПЗ-ларыңызды қоясыздар. Соның бәрін қосқан кезде бір аптаның ішінде 54 сағат болу керек қой. Жақсы, рахмет. Ешқырыңыз сұрақ қойса бола ма? Сіз бағана айттыңыз ғой, жаңағы негізгі болу керек экологиялық және өнеркәсіп қауіпсіздік деген ол міндетті түрде болу керек. Ол барлық мамандықтарда тұру керек па сонда? Барлық мамандықтарда ол кәсіби несінде, модулінде міндетті түрде сол бағытты болу керек екенін техникалық қауіпсіздік бойынша, яғни осы өнеркәсіптік не бойынша міне. Экологияға зияны, экологиялық бағыты деген сияқты осы жерді міндетті түрде қарастырылады. Ол бағытты болған кезде бұл сонда
результат ретінде қоямыз ба, жоқ әлде модуль ретінде қоямыз ба? Модульдің ішіне енгізесіздер, модульдің ішіне енгізесіздер, иә. Кәсіби модульдерге енгіземіз, иә, сонда? Иә, кәсіби модульдарыңызбен, мысалға ішіндегі кәсіби модульдің ішіндегі арнайы пәндеріңізге енгізіп қоясыздар ма, ішіне результат Не ғой педагогикалық мамандықтар, бастауыш білім беру